Оқушылар сарайындағы ең кішкентай тәрбиеленушілердің балапан үйірмесіндегі балалары. Бұл балапан 4 жыл бұрын ашылған болатын. Ендеше тамашалайық. Балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай Сенің атың кім? Саған балапан тобына ұнайды ма? Менің атым Айша. Маған балапан үйірмесі ұнайды. Немен ұнайды? Біз бассейнге түсеміз, оқимыз, жазу жазамыз, сурет салуға барамыз, есеп шығарамыз. Еркеназ, ал сен балапан тобына не үйрендің? Кітап оқу үйреніп, жазу үйренеміз, жүзу үйренеміз, походқа барамыз. Былай ойнат. Балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат. Мен Нұрбекұлы Нұржігіттің анасымын. Менің ұлым Нұржігіт қаңтар айынан бастап оқушылар сарайының балапан тобында тәрбиеленіп, бүгінгі күні біздер балапанмен қоштасу сәтіне шығып тұрық. Енді осы балапан тобына берген себебім 42-ші мектеп гимназиясына оқуға түсіру үшін осында арнайы дайындық тобына берген болатынмын. Балапан тобы туралы айтатын болсам, біздер аптасына 2 рет осы үйірмеге келеміз. Ең бастысы бізге ұнайтыны осындағы білім беретін мұғалімдері өте сауатты, өте білімді маман деп айтуға болады. Себебі жақында осы гимназияға түсу үшін емтиханнан біздер 50 балдың 30 ұпайын жинап, осы мұғалімдердің арқасында деп ойлайын, жетістікке жетіп, 42-ші мектеп гимназиясын 1-ші сыныбына қабылданған болатынбыз. Сондықтан осы оқушылар сарайының басшысынан бастап, барлық әріптестеріме үлкен алғысымды білдіремін. Гүлдене берсін балапан тобы. Сәлем достар, мен Жанат Ладиям, балапан тобына қатысамын. 1 жыл оқушы сарайында деген сауат ашу, логика, математика, сурет, ағылшын, бассейн соларға қатысамын. Мен деген сауат ашуда әріппер үйренем, жазу үйренем. Мен деген бассейнда жүзіп үйренем. Ал математикада деген біз деген пішіндер үйренем, сандар үйренем, есеп үйренем. Балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Балапан. Сәлеметсіздер ме? Мен ата-ана Жанатова Адияның мамасымын. Қызым осы оқушылар сарайы балапан үйірмесіне 42-дің 1-ден бастап барды. 9 ай осы оқу орнында білім алды. Апайымыз Бағдат Ержанқызын 1 жыл бойы дайындады. Математика, сауат ашу, сурет салу, ағылшын тілі негіздері, бассейн үйірмелеріне қатысты. Осы аталмыш оқу орнының балапан тобына қатысқандығының арқасында қызымыз эстетикалық бағыттағы мектеп гимназиясына 1-ші сыныбына емтиханнан жақсы өтіп, мектепке қабылданды. Бұл оқушылар сарайының балапан үйірмесі жайында біздер бұрыннан білеміз, яғни осыдан 2 жыл бұрын ұлым Жанатов Алиде осы балапан үйірмесінің түлегі болды. Бағдат Ержанқызына қатыстық. Ол да осы үйірменің арқасында мектепке жақсы дайындалып, үлкен ұлымда эстетикалық бағыттағы мектеп гимназиясының қазіргі таңда 2-ші сынып оқушысы. Қызым Адия желтоқсан айында
осы балапан үйірмесінің жетекшісі Бағдат Мержанқызының ұсынысымен Ұлы Дала ұрпағы атты республикалық конкурсқа қатыстық және осы облыстық турнирдан бас жүлде жеңіп республикалық конкурсқа жолдама алдық. Бұйыртса алдағы тамыз айында сол конкурсқа барамыз. Яғни Бағдат Мержанқызы баланың көркем сөзге деген қабілетін аша білді. Сол арқылы бізді конкурсқа ұсынды, конкурсқа қатыстырды. Барлық ата-аналарға ұсынатынымыз осы оқушылар сарайы балапан үйірмесіне балаларыңызды қорықпай алып келіп, мектепке даярлық тобына алып келсеңіздер болады. Және екі баламның да осы үйірмеге қатысу арқылы мектеп гимназиясына түскендігін алға тарта отырып, яғни қорықпай кеңес бере аламын. Былай ойнат, бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Бір қадам алға басамыз, Балапан тобында тамаша. Маған балапан тобында ұнайды. Саламдар.